Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы, 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасы, Астана қаласының тұрғынымын. Тиімділік идеясының авторы. Бүгінгі осы үндеуіме себепкер болған, соған қозғаушыға күш салған Григорий Алексеевич Явлинскийдің «Живой гвоздь» программасында Алексей Алексеевич Венедиктов пен Сергей Бунтманға берген сұхбаты, сондағы көтерген мәселелері менің бүгінгі видео үндеуіме түрткі болды. Видео үндеу жазуыма. Бұндағы негізге, ондағы көтерілген мәселе қазіргі таңдағы барлық қиыншылықтардың шығатын жолы бар ма? Қайда бара жатырмыз? Келешек не болады? Деген сұрақтарға өздерінше жауап іздеді. Менде ол кісілерге тікелей байланысым жоқ. Мен оларға байланысып, комментарий беріп, болмаса өз пікірімді осы өзімнің тиімділік идеямның ауанында бір-екі ауыз пікір қосуға мүмкіндігім жоқ. Байланыса алмаймын. Ал егер соған байланысатын мүмкіндік болса, менің осы үндеуімді алда-жалда соларға жеткізетін сондай мүмкіндік болса, сонда осы менің тиімділік идеямның қазіргі таңдағы барлық қиыншылықтардан шығатын жолдың сол бағытты нұсқай алуға болар еді. Олардың айтатыны қазіргі таңдағы қиыншылықтың барлығын шығатын жол жоқ. Оның тек қана келешек көрсетеді дегеннен қолым битіп дәрменсіздік танытқаннан басқа ештеңке жоқ. Ал енді өзгеше жол, өзгеше бақыт, өзгеше бағытты түсіндірудің. Егер мен солармен пікірлес алсам, қалай өзгеше бағыт болуы мүмкін? Ол өте қарапайым. Егер менің осы видео үндеуімді көріп отырған әрбір адам өзі мүмкін бірден түсінуі қиын болар. Түсіне алмауы мүмкін. Ол қанша уақыттан бері көтеріп жүргенмен. Бірақ жай қарапайым ғана ақылға салып, көңілге қонымды, ақылға сыйымды жеріне жаймен көз тоқтатып, ой тоқтатып көрсе. Міне, ең қарапайым. Адам баласының еңбегін барынша тиімді атқару үшін, адам баласының еңбегін тиімді атқару үшін, сол процеске кемінде 3 тұлға, 3 персона тікелей болмаса тікелей или жанама қатысы бар. Міне, мысал үшін тиімділіктің үшбұрышы дейміз. Орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы. Айып етпеңіздер. Міне, орындаушы, орта буын орындатушы, міне, орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы. Осы 3 тұлғаның осы еңбек процесіне тікелей қатысы бар. Кез келген жұмыстың, ол жаңағы шаруаның жұмысы ма, ол мемлекет басшысының жұмысы ма, кез келген өз еңбегін атқарушы адамға 3 тұлғаның арасындағы еңбек. Міне осы 3 адамның арасындағы еңбекті тиімді еңбек қатынасын туғызса, ал енді сол тиімді еңбек қатынасын тиімділік заңдар топтамасын бір ел көлемінде қабылдау арқылы соны
жасауға болады. Ал енді мен Григорий Алексеевич Явлинский менен сұхбатталыса алатын, болмаса пікірлесе алатын мүмкіндігім болса, ол кісі түсінер еді. Ол кісінің 500 дней деген, 500 күн деген несі программасы бар. А менің 100 күндік программам. Соныменен сол жөнді ақылдасар едім. Егер сондай мүмкіндіктеріңіз болса, сол Явлинскийге, Венедиктовке, оның жаңалдегі «Будем наблюдать» деген программа жүргізетін, соларға шығатын мүмкіндіктеріңіз болса, сіздерден өтініш, соған жеткізіңіздерші. Мен енді осының орыс тіліндегі нұсқасын жасаймын. Қазір қазақ тіліндегі нұсқасы. Осыдан кейін орыс тіліндегі нұсқасын жасаймын. Әрине осы Явлинский менен Венедиктов, Бунтманға үндеу тастаймын осы идеямменен, осы үндеуімменен. Егер сол кісілерге жетіп, сол кісілер талқыласа, қайтсек, келешек қалай не қыламыз дегенге мен айтар едім, егер бір елдің экономикасын 5-10%-ке, 20-30%-ға емес, өте қысқа мерзімде еселеп арттыруға болады. Ол үшін тиімді еңбек қатынасы негізінде, тиімді еңбекті туғызып, әрбір өз ісін атқарушы адам мен жаңелдегі 3 тұлғаның арасындағы тиімді еңбек қатынасы негізінде үшеуінің де орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы, үшеуінің өзара жауапкершілігін арттыруға негізінде тиімділік заңдар топтамасын өте қатаң сақтау негізінде. Сонда бір елдің экономикасы қарыштап дамуға бағыт алады. Менің 100 күндік программамның бірінші 10 күндігінде осы заңдардың топтамасын қабылдатып, тиімді еңбек қатынасын бір ел көлемінде жәулік орнату арқылы, сонда сол елдің экономикасы қарыштап дамиды. Ал қарыштап дамыған елді көрген басқа елдер үлгі алады, үлгі алуға мәжбүр болады. Себебі сол елдің халқы, сол елдің несі билікке қысым жасайды. Айтады, айналайын, көрсей, мына елдің экономикасы қарыштап дамып бара жатыр. Неге біз сол тиімділік кодекстерін бізде де заң қабылдайық, содан үлгі алайық деу арқылы. Сонда бір ел көлемінде жаңа көзқарас, жаңа парадигма қалыптасады. Әрбір адамның жауапкершілігі артады. Жауапкершілігі тиімді еңбек қатынасында мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Мен алдымдағы қаншама осы 200-ден астам видеоларым бар. Бәрінде көбісінде қайталанады. Осы бүгінгі жасап отқаным, осы айналдырған бір жылға жетер-жетпес. Былтыр 25-тің апрель айынан 84-ші видео үндеуім. Осыдан кейін қазір орыс тілінде жасаймын. 85-ші видео үндеуім. Бұндағы негізгі айтайын деген ойым, негізгі мақсатым. Бір елдің экономикасын қарыштатып дамытса, басқа елдер үлгі алып, сол қарыштап даму жолына түседі. Қарыштап дамудың ең негізгісі қолдағы бар мүмкіндіктерді жібермеу, барынша тиімді пайдалану. Қазір әрбір қадам сайын, әрбір адамның қаншама мүмкіндіктері босқа кетуде.
Міне осы мүмкіндіктерді босқа жібермеудің жолы әрбір жұмыс орнында тиімді еңбек қатынасын қалыптастыру. Ал тиімді еңбек қатынасын тиімділік кодексі, тиімділік заңдар топтамасы қамтамасыз етеді. Заңның үстемдігін орнатып, тәртіптің қатаңдығын сақтап, бақылау және бағалау жүйесін қалыптастыру арқылы орнатуға болады. Міне осы мынау тиімділік үшбұрышы негізінде тиімділік пирамидасын сыздым. Бір ел көлемінде, бір елді түгел қамтыған кезінде, мынау ең астындағы орындаушы, қарапайым жұмысшыдан бастап, құрылымнан жоғары қарай көтеріле келе, мекеме, аудан көлемі, облыс, министерство, премьер-министр, президент, ең жоғарғысында халықтың мүддесі. Міне сол халықтың мүддесін көздеп, осы мынау тиімділіктің үшбұрышы негізінде ең жоғарғы неде? Жоғары президенттік деңгейде, премьер-министрдің деңгейінде тиімді еңбек қатынасы қалыптасады. Міне президенттің еңбегі құрылым, премьер-министрдің еңбегі құрылым есебінде оның аппараттарымен барлық халықтың мүддесі үшін тиімді еңбек қатынасы тек қана бір тұлғалардың арасында емес, құрылымның арасында. Сол құрылымды представить ететін, соның өкілі ретінде құрылымның. Міне мемлекеттің өкілі президент болса, үкіметтің өкілі премьер-министр. Ал оның астындағы президент, министрлер, барлық нелер халық. Түгел халықты қамтиды. Сонда халық пенен билік жұдырықтай жұмылуға мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Мен барлықтарыңыздан басым дейіп кешірім өтінем. Осы уақытқа дейін әр ненің несінде осы идеямды, осы ойымды қайталай берем. Неге? Ондағы ойым, осы видео үндеуімді көпшілік қауым көрмейді. Осының алдында осыдан 10 шақты күн бұрын жасаған видео үндеуімді қазақ тіліндегісін 100 адамға жетпейді көрген адам. Ал енді орыс тіліндегі жасаған нұсқасын 2,5 мыңға жуық адам көрді. Ал енді сол 2,5 мыңға көрген адам осы менің идеямды өзі түсінбесе де сол нелерге жеткізуге ықпал жасаса, әрекет жасаса, аудиториясы көп блогерлерге жеткізсе, солар осы мынау идеямды көпшілікке арғырай тарқатып, осы идеяны іс жүзіне асыратын елдің бірінші басшысына жеткізсе, қайсы елдің болса да, міне сондықтан қайсы елдің болса да бір елдің көлемінде елдің экономикасы осы тиімділік кодексін қабылдап, сол әрбір адамның жауапкершілігін арттырып, елінің экономикасын қарыштатып дамытса, басқа елдер қарап тұра алмайды. Сондықтан кез келген елдің бірінші басшысына осы идеяны жеткізу өте маңызды. Сіз сенбеуіңіз мүмкін, сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Осы менің идеяма, ой, бұл қиял, бұл болмайды деуіңіз мүмкін. Бірақ мен айтып отырмын, айналдырған 100-ақ күннің ішінде осы идеяны бастап іс жүзіне бастаса, қарыштап даму бағытына түседі. Өте қысқа мерзімде қарыштап дамуға бағытталады.
Мен көшедегі жүрген бір көп суайт әңгімешіл нелердің бірі емеспін. Мамамын. 3 бірдей жоғарғы білім иесімін. Міне, ең біріншісі Жамбылдағы гидромелиоративтік институтын инженер гидротехник 79 жылы бітіріп, мастер прораб, начальник участка өндірісте нағыз қайнаған жұмыстың ортасында істеп, осы идеям өзімнің өмірлік іс тәжірибемнің нәтижесінде өмірге келді. Ал енді осы идеяны толығырақ зерттеу үшін 84 жылы түсіп, Москвадағы институт управлениеге арнайы оқуға барып түстім. Сөйтіп 5 жыл оқып, осы идеямды әлемдік деңгейдегі идеялармен, ұсыныстармен салыстырдым. Масаки Имайдың кайдзен идеясымен, жапондық. Исхак Адиздестің коллективті басқару идеясымен, Джим Коллинздың 5-ші дәрежелі басшыны іздеу идеясымен, Стивен Ковидің 7 навыков высокоэффективных людей, 7 әдетті қалыптастыру жоғарғы деңгейдегі деген қазақшаласақ. Міне сол идеялармен салыстырдым. Бірақ жаңағы осы айтқан әлемдік деңгейдегі идеялар тек ұсыныс күйінде қалады. Осыған бақыт, міне мынаны былай істесең, былай не қылсаң деген ұсыныс қана айтылады. Ал егер менің идеямды іс жүзіне асыру үшін қолға алса, ұсыныс емес, мүдделіде мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Міне, мүдделіде мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Мынау тиімді еңбек қатынасының негізінде. Міне, мүдделігін ояту мынау екі ненің несі, тікелей қатынастың негізінде. Ал функционалды байланыс негізінде мәжбүрлікті туғызады. Орындаушының еңбегінің нәтижесімен орындатушының еңбегін бағалау мәжбүрлікті туғызады. Міне сонда мынау бұл жүйе қалыптастырусы идея. Бір жүйе 3 элементтен тұратын болса, ең кішкентай жүйе. Міне 3 тұлғаның арасындағы қатынас негізінде жүйе қалыптасады. Тәртіп орнайды. Үшінші мынау дипломым Мұхтар Әуезов 2009 жылы. Жеңіл өнеркәсібінің технологиясını. Инженер-технолог. Бұны, конечно, сырттай бітірдім. Технология несіменен. Сонда мен ең негізгісі Москвадағы институт управления. Егер қазақшалап айтсақ, дұрыс шешім қабылдау маманы. Дұрыс шешімді қалай қабылдайды? Дұрыс шешімді барлық ситуациялар, барлық жағдайларды ескере отырып, ғылыми негізде келісе отырып, міне сол шешім қабылдау маманы. Дұрыс шешім қабылдау маманы. Сондықтан мен басым дейіп кешірім өтінем, эмоцияға беріліп, бір демнің өзінде осындай ойымның несін бәрін айтып отырғаным. Мен осы күнге дейін қарсы пікір, көңілге қонымды, ақылға сиымды қарсы пікір ести алмай келемін. Не бір академик, не бір профессор, не бір өз ісінің маманы, білгір кісілер, тәжірибесі өмірлік көрген, тәжірибесі көп кісілер көзбен көріп, қолмен ұстамай, сенбейді. Көңілге қонымды, ақылға сыйымды қарсы пікір айтпайды. Мен соған жете алмай келем. Сондықтан мынау Григорий Алексеевич Явлинскийге, ол кісінің 500 дней деген программасы бар еді. Сол программасымен салыстырып, сол кісімен бір айызым қанғанша пікірлескім келеді.
бірақ оған байланыса алмаймын. Мүмкіндіктеріңіз бар ма? Мені байланыстырыңыздар. Менің контактны телефоным 8775 404 0256. 8775 404 0256. Бұл актив нөмірім. WhatsApp нөмірім. Билайн 8776 139 5621. Кез келген сұраққа жауап берем. Мені тікелей байланыстырып, мүмкін болса осы Григорий Алексеевич Явлинскиймен, Алексей Алексеевич Бенедиктовпен, Сергей Бунтманмен байланыстырыңыздаршы. Менің байланыса алмайтын себебім, менің мына телефоныма солардың комментарий жазсам кетпейді, бармайды оларға. Оның не себепті екенін білмеймін. Мен ешкімді кінәлағым келмейді. Бұл идеяны көтеріп бастағаныма 2008 жылдан бері қарай қазір 18 жылдан асты. Қазіргі мынау бюрократия, қазіргі мынау не? Елдің басшысына жеткізбейді. Президенттің қабылдауын өтініп қаншама арыздар жаздым. Жоқ, жеткізбейді. Қабылдауына жеткізбейді. Мен ешкімді кінәлап отырған жоқпын. Мен констатирую факт. Қаншама арыздар жаздым, өтініш жаздым. Қаншама жаңалдегі президент әкімшілігінің жаңалдегі халықты, азаматтарды қабылдау несінде қаншама мамандардың алдында болды. Еш қайсысы арқарай жеткізуге дәттері бармайды. Қорқады. Білмеймін, неден қорқатын. Көңілге қонымды, ақылға сыйымды қарсы пікір айтпайды. Басым дейіп кешірім өтінем. Әлеуметтік желіге YouTube каналына кіріп, Бектасов Шырынбек Қазыханұлы, болмаса Бектасов Шырынбек Қазыханович деп кірсеңіздер, 200-ден астам орысша, қазақшасы бар барлығы. Видео үндеулерім бар. Бәрі қайталанады, бірақ мен оның барлығын көріп жатудың несі шамалы, бірақ ең негізгісі айтылатын ой осы. Ол менің анау кешегі, одан 10 күн бұрынғы видеомды көріңіз, мынаны көріңіз деген мен оны ешкім көрмейді. Осыны көрген адамның өзі, о айналайын көпшілік. Мен осы видеомды көрген болсаңыз, мен үшін емес, өзіңіздің тағдырыңыз үшін, келешек бала-шағаңыздың, келешек ұрпағыңыздың тағдыры үшін. Мүмкіндігіңіз болса, аудиториясы көп, блогерге менің осы видеомды көрсетіңіз. Осы президентке, басшыларға, болмаса жаңағы Венедиктовке, Бунтманға шығалатын болсаңыз, комментарий жасап, осындай, мынандай видеосы бар, мынандай үндеу бар, мен орысшасында жіберем, жасайым осыдан кейін, тура осының орыс тіліндегі нұсқасын көрсетіңіз. Аудиториясы көп блогерлерге көрсетіңіз. Әлемдік деңгейдегі қазіргі жаңалдегі мынау политолог, саясаттанушы мамандар, Фикрет Шабанов, Валентин Юрьевич Катасонов, Сергей Юрьевич Глазев түсінуі мүмкін. Соларға жеткізіңіз. Бұл менің көтеріп отырған программам 100 күндік. Оның бірінші 10 күндігінде жаңағы өзім айтқан заңдар топтамасын, кодекс, тиімділік кодексін
қабылдаттырар едім. 10 күннің ішінде әлемнің барлық несін талқылап. Содан кейін ары қарай жұмыс нәтижесі негізінде келесі күндердің программасы жасалып, бір айдың ішінде бұл бір ел көлемінде бір оборот алып алса, екінші айда кем-кетігін толтырып, үшінші айда сағат секілді жұмыс істеткізуге болады. 90 күн. Тағы да ар жағына 10 күн страховочный алып отырмын. 100 күн. 100 күнде бір-екі рет оборот алып алса, бұл идея кереметін көрсетеді. Әрбір адамның, міне мынау неден бастап, басшылардың, шенеуніктердің, министрлердің, премьер-министрдің, президенттің мүлдем басқа президент болады. Аппаратыменен бірге. Жауапкершілігі артқан. Өзінің астындағы құрылымға сенген, солардан тірек алған басшы болар еді. Ол тек қана біздің ел емес, кез келген елде. Міне мен сондықтан бұның алдында нелерімде ұсыныс айттым. Осы 100 күндік программамды іс жүзінде дәлелдеп беру үшін барлық жауапкершілікті өз мойныма алып, барлық жауапкершілікті 100-ақ күнге премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып тағайындаса, барлық нәрсені бұзып жармау үшін бүгінгі таңдағы премьер-министрді, кез келген елдің премьер-министрін менің бірінші орынбасарым қылып тағайындап, сол елдің экономикасын дамудың даңғыл жолына салып берер едім деп ұсыныс айтқаныма, бүгін мынау 84-ші видеоны деуім. 84-ші. Осы премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып, уақытша 100-ақ күнге тағайындаңызшы деп. Сенбеуі мүмкін. Сенбесеңіз де, айналайын, барлық жауапкершілікті мен өз мойныма алайын деп айтып отырмын ғой. Әрине, бұның бәрі айтуға оңай, бірақ іс жүзінде жасауға болады. Ол үшін жаңағы айтқан заңның үстемдігін орнатып, тәртіптің қатаңдығын сақтатып, бақылау, бағалау жүйесін орнату. Міне мынау әр деңгейде, президенттік деңгейде жұмысшы тобы құрылып, жұмысшы тобы мамандардан, міне сол жұмысшы топтарды басқаратын президент деңгейінде тікелей президенттің өзі. Екінші деңгейде премьер-министрдің, өкіметтің деңгейінде, премьер-министрдің басшылығында жұмысшы тобы құрылып, сол бар мамандардың негізімен солар бақылау, бағалау жүйесін қалыптастырады. Өз несінің, саласының ерекшеліктерін ескеріп. Әрине бұл оңай емес, бірақ істеуге болады. Бұл идея үлкен ілімге апарады. Міне мынау сөйтіп министрдің деңгейінде жаңағы жұмысшы топтары құрылып, министрдің тікелей басшылығында сонда барлық мәселелер өз саласының ерекшелігін ескеріп шешім қабылдайды. Сонда осы мәселені шешуге қажетті, жеткілікті құзыретті бергізуде. Мен не үшін жаңалдегі 100 күнге премьер-министрдің міндетін атқарушы болсам, сол министрлердің барлығына өз менің тапсырмамды орындауға жеткілікті құзыретті бергізер едім. Президент премьер-министрге жеткілікті құзыретті береді. Сол берген тапсырманы орындау үшін
сол орындауға қажетті құзыретті бергізу. Бұл оңай емес. Құзыретті бере салу оңай емес. Сондықтан да өте қиын. Сондықтан да бұл үлкен ілімге апарады. Себебі еңбекпенен еңбек қатынасының басталатын жерінде. Міне, орындаушы, орындатушы, орта буын. Үш тұлғаның арасындағы еңбек процесіне қатысатын жерде. Міне осында. Мынау Карл Маркс еңбекті абстракты түрде зерттеп, товардың құнын анықтады. Товардың құнын анықтап, қосымша құн несін анықтап, капитализмнің негізін дамытты, зерттеледі. Сол сияқты мынау тиімді еңбек қатынасы, еңбек туындайтын жер. Бұл үлкен неге апарады? Әрбір несін бағалау, бақылау жүйелерін қалыптастыру. Кешірім өтінем. Осы эмоцияға беріліп, осындай бір демнің арасында қайта қайталап ойымды, ең негізге айтылатын ойымның барлығын айтып шықтым. Сіздерден өтініш, осыны көріп отырған әрбір азамат, елдің қайсы елдің болса да президентіне жеткізе алатын адамға жеткізу. Аудиториясы көп блогерлерге жеткізу. Сол блогерлер маған шықсын байланысқа. Мен ешкіммен байланысқа шыға алмаймын. Себебі комментарий жазсам, менің арғарай несі кетпейді. Егер осы идея іс жүзіне асса, адамзат баласының тағдыры өзгереді. Мынау көріп отырған сіздің тағдырыңыз, ұрпағыңыздың тағдырының өзгеруіне себепші боласыз. Сол үшін жай қарай неғымаңыз, ой, мынау бір жүрген бір алаяқ біреу деп ойламаңыз. Осыған жәрдем беріңіз. Мынау қазір 33 минутта үзіліп кетеді. 33 минуттан асса үзіледі. Сондықтан мен басымды иіп отырып, кешірім сұрап, сіздерден өтінемін, мен үшін емес, өздеріңіздің тағдырыңыз, келешек ұрпағыңыздың тағдыры үшін осы мына менің осы жан айқайымды, видеомды басқа аудиториясы көп блогерлерге жеткізіңіз, президенттерге жеткізіңіз. Әлі де айтарым бар.